сіздерге тағы да бір ойын ойнатамын. Ойын отбасы табысы, отбасы шығысы деп аталады, иә балалар? Мына көріп тұрғандарыңыздай әмияндағы ақша, иә? Бұл шығып кетіп жатқан шығыстар, иә, отбасындағы. Қайда жұмсаймыз ақша келгеннен кейін? Тамаққа, киімге, ойыншыққа жұмсаймыз дедік, иә? Мынау отбасы табысы, иә, балалар, міне, иә? Міне, қашу кетті. Енді мынау отбасының ақшалары да төлемге кетіп жатқан, иә? Енді маған кім келіп, бір бала келе қоямыз. Дарын келе қойып. Дарын келе қойып. Мына жерде суретке қатысты кім білседі, қарайшы. Ата ақша табады дейе, міне. Ата үйде ақша табады, иә? Ата ақша табады. Сосын тағы. Мама ақша табады, анда қояғы, ана жерге апарып. Жарайсың. Үйде ақшаларды қайда жұмсаймыз, балалар? Не алуға жұмсаймыз? Не аламыз? Не алуға жұмсаймыз? Дәрі алуға жұмсаймыз, е? Міне, үйдеге қояғы. Дәрі алуға жұмсаймыз, е? Тағы затқа жұмсаймыз. Қараймыз, е? Балалар? Автобусқа жұмсайды екенбіз. Ақшаға тағы не аламыз? Ойыншық. Иә, қайсы ойыншық? Иә. Ол қайсына жабыстырасың? Отбасы шығынына жабыстырамыз, иә, міне? Әке, иә? Ата әжелеріміз зейнетақы алады. Ата әкеміз жұмыс жасайды, иә? Жұмыс жасайды. Мамамыз да табыс табады екен, иә? Үйде бөпе бағып отырғанда да анамызға үкіметтен ақша төленеді. Олардан үйге табыс әкеледі екен, иә? Ал енді біздер үйге кірген табыстарды қайда жұмсаймыз, балалар? Дәрі-дәрмегімізді аламыз, ойыншығымызды аламыз. Иә, автобусқа мінсек те бізге ақша төлеуіміз керек, иә? Сосын киім алу үшін де ақша төлеуіміз керек. Жеміс жидек алу үшін ақша төлеуіміз керек. Тамақтарымызды алу үшін ақша төлеуіміз керек екен. Жарайсың.